Армысыздар. Қандастар тарапынан жиі қойылатын сұрақтарға жауап беретін айдарымыздың кезекті шығарылымын қабыл алыңыздар. Қазақстанға көшіп келген соң бірінші кезекте қандай құжатты рәсімдеу қажет? Қазақстанға тұрақты тұруға немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын рәсімдеуге келген этникалық қазақтар бірінші кезекте жеке сәйкестендіру номерін алуы қажет. Жеке сәйкестендіру номері ЖСН 12 цифрдан тұратын бірегей комбинацияны білдіреді. Құжаттарды дайындаудың ақпараттық өндірістік жүйесінде бастапқы тіркелген кезде жеке тұлға үшін құрылады. Сонымен қатар ЖСН алу арқылы Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктерден шот аша аласыз. ЖСН алу үшін сізге тұрғылықты жеріңіз бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Құрметті қандастар, жеке басты куәландыратын құжатты қазақ немесе орыс тіліне аударған кезде аты жөніңіздің дұрыстығына көз жеткізіңіз. Себебі ЖСН алғаннан кейінгі барлық рәсімделетін құжаттарда аты жөніңіз бастапқы аударма бойынша жазылады. Қосымша сұрақтар бойынша Отандастар қорының 1404 байланыс орталығына хабарлассаңыздар болады. Біздің сарапшылар сізге репатриация бойынша және басқа да сұрақтарға жауап береді. Сіздермен болған мен, Айша. Келесі көріскенше.